Достар, бүгін креветки пассеровать етіп көрсетемін. Ол үшін поиске креветки деп жазамыз. Начать приготовление бастырмасын басып, әрі қарай май құямыз. Қалағаныңызша жуа я сарымсақ қоссаңыз болады. Мен сарымсақ қостым. 1 дана. Қақпағын жауып 2,5 минут қуырамыз. Әрі қарай таразына басып, креветканы өлшеп аламыз. Бізге 250 грамм креветке қажет болады. Оны лопатамен бір келкі араластырамыз. Және де 4 минут қуырамыз. Үстіне крышка от брыз қойсаңыз болады. Міне осылай 6 минутта асты жабыспай күймей креветкіміз дайын болды. Тұздап, дәмдеушілер сепсеңіз болады. Ас болсын. Достар, енді қандай рецепт көргіңіз келеді? Комментарийде жаза кетіңіз.